Ассалаумағалейкум. Ой түркінің көрермендері, армысыздар. Бүгін 10 тамыз дүйсенбі. Тақырып тағы да Украина-Ресей соғысы хақында. Жақында ақш сенаты Линдси Грэм Ресейге қарсы дайындаған санкциялық пакетті мақұлдады. ақш сенатында басым көп санды дауыспен мақұлданған бұл санкция пакеті енді өкілдер палатасының қарауына жіберіледі. Қазір өкілдер палатасы демалыста болғандықтан олар қыркүйек айында осы санкция пакетін айналымға енгізбеу мәселесін талқылап дауысқа салады. Одан кейінгі мәселе Трампқа келіп тіреледі. Дегенмен сарапшылардың көбі ақш бұл санкция пакетін дайындаған екен, алдағы уақытта сөзсіз айналымға енгізеді. Оның үстіне Путин Қазақстан президенті Тоқаевтың ұсынысынан кейін соғысты тоқтатпайтынын айдай әлемге ашық айтты. Дональд Трамп болса аталған санкция пакетін дайындап жатқан кездақ оған қарсы еместігін аңғартқан. Сондықтан бұл санкция пакеті биыл жылдың соңына дейін айналымға енгізіліп, Ресейге ауыр соққы болуы мүмкін деп тұспалдап отыр. Әрине санкция пакеті мақұлданатын болса, бұл Ресеймен сауда саттық жасасқан елдерге 100% бажы салығы енгізіледі. Бұл өз кезегінде біздің елге де салқынын тигізуі мүмкін, өйткені біздің де кейбір тауарларымыз импорт, экспорт арқылы көрші елмен саудаланып жатыр. Сондықтан бұл санкция пакетінің салқыны Қазақстанға да тиюі мүмкін деген болжам қазірде айтылып жатыр. Ал енді Майдан даласындағы жағдайға келсек, қан қасап шайқас әлі де жалғасып жатыр. Украина қарулы күштері ұшқышсыз ұшақтар мен Ресейдің мұнай өңдейтін зауыттарын, мұнай таситын танкерлерін және ірі қоймаларын жаруын жалғастыруда. Ресейде өз кезегінде баллистикалық зымырандармен ел астанасы Киевті қамтыған Украинаның көптеген қалаларына соққылар жасап жатыр. Бірақ қазір Ресейдің ұшқышсыз ұшақпен жасайтын шабуылдары азая бастаған. Бұрын 500-600 ұшқышсыз ұшақты бір жолда ұшырып Украинаға жойқын соққы жасайтын Ресейдің қазір ұшқышсыз ұшақты бір жолда көптеп ұшыруға шамасы азая бастаған сияқты деген болжамда батыстың ақпарат құралдары жағынан жасалып жатыр. Әрине, Ресей қазір кейбір ұшқышсыз ұшақтарды өзі өндіріп жатыр. Мәселен, басында Иран көмекке беріп, кейін Ресей өзі өндірген шахид дрондары қазір Украина соғысында белсенді қолданылып отыр. Дегенмен қат-қабат санкцияларға байланысты Ресейдің осы түрдегі дрондарының өндірісіне қажетті бөлшектерде қазір табылмай жатқан болуы мүмкін деген тұспалда жоқ емес. Жалпы Ресейге салынған қат-қабат санкция қазір Ресейдің әскери өнеркәсібіне ауыр соққы болып тұр. Сондықтан да батыстың әскери сарапшылары қазір Ресейдің қолында баллистикалық зымырандардан басқа нақты көзір қалған жоқ деп отыр. Яғни Ресей қолында бар бұрын жасалған өзінің қорында сақтаулы тұрған зымырандармен алыс-аралыққа ұшатын. Украина даласын соққылаудан басқа Украинаны айқын басымдықпен есеңгіретіп жіберетіндей мықты қарулары қалған жоқ деп санайды батыстың ақпарат құралдары. Әрине, мұны айтсақ, біздің кейбір азаматтар Украина отпен ойнап отыр, Ресей әлі де көптеген мықты қаруларын шығарған жоқ, Ресей деген теңдессіз мемлекет, оны жеңу мүмкін емес деген осыдан 5-6 жылдың алдында айтылатын әпсанаға әлі сеніп жүргені байқалады. Егер Ресейде ондай қуат болса, ондай әскери күш қайрат болатын болса, 4-5 жыл соғысып, соншама экономикасын шығындап, уақыт созып қайтеді. Бірақ күнде Украина даласын басып алып, соғысты аяқтатып, ал қайтесің басып алдым деп айтуына мүмкіндігі бар еді ғой. Нағында Ресейдің мақсаты сол болатын, бірақ оған жете алмады. Қазір жетпек түгел соғыс Ресейдің аумағына қарай аунай бастады. Өйткені қазір Ресейдің өз даласында жарылыстардың болып жатқаны, Украинаның жасаған жарылыстарынан кейін Ресейде бензин тапшылығы болып жатқаны, кейбір тауарлардың тапшылығы болып жатқаны сіздерге де мәлім. Жалпы Украина тарапы қазір осы Ресейдің
тасымал істеріне, сондай-ақ маңызды стратегиялық нысандарына соққы беру арқылы Ресейді барған сайын әлсіретіп, оны келіссөз үстеліне отыруға мәжбүрлеу. Біз ой түркінің басында да айтқанбыз, Ресей-Украина соғысы бір тараптың айқын, анық жеңісімен аяқталмайды. Ең соңында екі тарапта келіссөз үстеліне отырып, мәселені келіссөз арқылы шешеді. Өйткені бұл соғыстың қалыптасқан қағидасы. Сондықтан ерте ме кеш пе Украина-Ресей соғысы келіссөз арқылы шешілетіні анық. Украина президенті Зеленский Ресей басы Путинмен кездесіп, мәселені келіссөз үстелінде шешейік десе де, Путин әлі күнге дейін жалтарумен келеді. Сондықтан Ресей-Украина соғысының 2026 жылы тоқтай қоюы да екіталай. Ресейдің Украина соғысынан ұтылғаны көп екенін біз Украина-Ресей соғысы туралы сараптамаларымызда үнемі айтып келеміз. Қазір Ресейде әскер де жетіспей жатыр. Биыл күзде Ресей тағы да жасырын мобилизация жариялап, тағы да 300 мың азаматты әскер қатарына тартуы мүмкін деген ақпаратты біз осыдан бұрын да айтқан болатынбыз. Оның үстіне Ресей жақында Солтүстік Кореядан 30 мыңға жуық Корея сарбазын әкелуі мүмкін. Оның алды Ресейге келіп орналасып жатыр деген ақпаратты да айтқанбыз. Енді қазір Ресей Солтүстік Кореядан еңбек күшті тарта бастады. Яғни Ресейде қазір еңбек күштің де жетіспеушілігі байқалады. Кеше Солтүстік Кореяның қыз-келіншектері Ресейге жұмыс істеуге келді деген ақпараттарды батыстың кейбір басылымдары жазып та жіберді. Соған қарағанда Ресейдегі жағдай біз мөлшерлегенден де ауыр болуы мүмкін. Тағы бір айта кететін маңызды жаңалық, соңғы кезде Майдан даласында Украинаның күш алуына байланысты ақш соғысқа қатысты ақпараттық деректерді Украинамен толық қайтадан бөлісе бастады. Байден кезінде ақш Украинаға соғысқа қатысты ақпараттарды беріп отырып, Украинаның қорғанысына үлкен көмек көрсеткен болатын. Алайда Дональд Трамп билік басына келгеннен кейін бұл ақпараттардың кейбіреуін беруден бас тартты, яғни берсе де аз берді, жартылай беріп тұрған. Бірақ соңғы кездері ақш осы соғысқа қатысты ақпараттарды Украинамен толық бөлісе бастады. Украина соның әсерінде Ресейдің тылындағы кейбір нысандарға нақты дәлме-дәл соққы жасап жатыр. Әрине соғыста қазір ақпараттың дәлдігі маңызды рөл атқарады. Сондықтан ақштың барлау деректерімен бөлісуі Украина үшін өте тиімді болып отыр. Оның үстіне Украинаның ұзақ уақыт бойы Илон Маскпен келіссөз жүргізіп, Илон Масктың Starline жүйесін Ресей елінің қолдануына шектеу қойып жауып тастауы да Украинаның пайдасына шешілді. Қазір Украинаның әскерлері Starline'нан пайдалана отырып, Ресей әскеріне соққы беріп жатыр. Яғни Донбасс, Луганск басып алынған өңірлерді. Ал Ресей әскерінде бұл мүмкіндік қазір жоқ. Яғни оларға бұл мүмкіндік жауылып тасталған. Сондықтан да Украинаның қазір барлау деректері жағынан да Ресейден басымдыққа ие. Украинаның барлау деректері жағынан басымдыққа ие болып тұрғанның тағы бір көрінісі Қырым өңірінен айқын аңғарылады. Қазір Қырымдағы жағдайда мәз емес, өйткені Қырымның кейбір өңірінде свет жоқ, кейбір өңірінде тоқ жоқ, жарық жоқ, кейбір өңірінде бензин жоқ, кейбір өңірінде азық-түлік жетіспей жатыр деген ақпараттар таралып жатыр. Әрине Ресей билігі оны жасырып жатқанымен, Украина тарапы Қырымды оқшаулау операциясын жүргізіп жатқанына міне айдан асып кетті. Украина алдағы уақытта бұл операцияны үздіксіз жалғастыруы мүмкін. Осы арқылы Қырымдағы халықтың наразылығын тудыру арқылы Қырымды тастап шығып кетуіне мәжбүрлеуді көздеп отырған сияқты. Өйткені Украина қарулы күштерінің дәл қазір осы жақын уақытта Қырымға әскер кіргізіп, Ресей әскерімен қоян-қолтық соғысуға мүмкіндігі жоқ. Өйткені Майдан шебінде Украинаның 1 миллионға жуық азаматы соғысып жатқанымен 4 жылдан астам уақытқа жалғасқан соғыста олар да шаршады, қажыды. Украина тарапы қазір осы әскерлерін тынықтыру үшін роботтарды, яғни құлтемірлерді соғысқа пайдалана бастады. Бұның алды соғыста өз кереметін көрсетіп те үлгірді. Биыл жылдың соңына дейін Украина 50 мыңда 100 мың шамасындағы соғысатын құлтемірлерді Майдан даласына жеткізуі мүмкін.
Бұл өз кезегінде Майдан даласындағы соғыстың бет алысын тағы да өзгерте түседі дейді сарапшылар. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.